Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, кереметтей шоколадты құрма әзірлейміз. Финики бар шоколаде өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен шоколадты құрмаларымызды жасауға қажетті заттарымыз. Бізге құрмамыз қажет. Мен королевский түрін пайдаландым. Және шоколадымыздың қара және ақ түрі қажет. Және құрмамыздың ортасына салғанға дәнегіміз қажет. Мен дәл түрін пайдаландым. Қандай дәнек пайдалансаңыздар да ол өз қалауларыңызда. Шоколадтың таза түрін пайдаланыңыздар. Мен осылай бельгийский коллеба шоколадтарын пайдаландым. Өте дәмді болып шығады сонда. Ең алдымен құрмамызды кеңдеу ыдысымызға салып, үстінен суымызды құйып, құрмамызды жақсылап жуып аламыз. Астындағы дәнектерін осылай астындарынан тазалап, құрмамыздың барлығын бір келкі қылып жақсылап жуып алдым. Енді құрмаларымызды жуып алған таза сүлгімізге немесе салфеткамызге, қағазымызға құрмаларымыздың барлығын жайып, кептіруге қойып қойдым. Құрмаларымыз кепті. Енді кепкен құрмамызды алып, пышағымызбен бір жағын тіліп, құрмамыздың ортасына дәнегін алып тастаймыз. Миндаль дәнегінен 2 дана саламыз құрмамыздың ішіне. Тілген жерімізді қолымызбен бассақ жабысып қалады. Осылай құрмаларымыздың барлығын ортасын тіліп, ортасына дәнектерін алып тастап, миндаль дәнегінен 2 данадан салып шықтым барлығына. Миндаль дәнегі ұнамаса, басқа дәнектер, жаңғақтар пайдалансаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Мен тек миндаль дәнегін ғана пайдаландым. Осылай құрмаларымыздың барлығына миндаль дәнектеріміздің барлығын салып алдық. Осымен құрмамыз дайын. Енді қара шоколадымызды микроволновкада бір келкі болғанша ертіп аламыз. Егер микроволновка болмаса, водяной ванняда да ертсеңіздер болады. Мен құрмамды қазір салғанда барлығы жеріне бірден тигенін қалап, ертіп алған шоколадымызды пиаламызға құйып алдым. Осылай пиаламызға шоколадымызды құйып алып, енді зубочисткамыздан 2 дана алып, дайындап алған құрмамыздың ортасына саламыз. Осылай енді құрмамызды шоколадымызға батырып аламыз. Барлық шетіне осылай батырып аламыз. Осылай зубочисткамызды алып, дайындап алған құрмамызға салып, ортасынан шоколадымыздың барлық шетіне айналдыра отыра салып аламыз шоколадымызға құрмамызды. Осылай барлық құрмаларымды шоколадымызға салып дайындап аламыз. Осылай құрмаларымның барлығын шоколадымызға салып дайындап алдық. Енді тоңазғышқа 15 минутқа қойып қойдым. 15 минуттан кейін алып, астындағы зубочисткаларымыздың барлығын алып тастаймыз. Мен ақ шоколадты көп ертпедім. Азғандай ғана ертіп, құрмамыздың үстінен осылай қара шоколадымыз үстінен сәл ғана сәндеп шығамыз. Сәндеп жағы ол өз қалауларыңызда. Осылай ақ шоколадпен мен сәндеп шықтым. Ақ шоколадтарымызды барлығына жағып алдық. Енді тоңазғышымызға 5 минутқа қойып аламыз. Ақ шоколадымыз қатқанша 5 минуттан кейін аламыз. Шоколадты құрмаларымыз дайын. Дайындап алған шоколадты құрмаларымызды бумажный капсулаларымызға салып барып, тарелкамызға немесе қонаққа апаратын болсаңыздар, коробкамызға саламыз. Шоколадты құрмаларымызды қатырар уақытта астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер, сонда астына мүлдем жабыспайтын болады. Осылай финики шоколадтарымыздың барлығын бумажный капсулаларымызға салып барып, коробкамызға салып алдық. Осымен шоколадты құрмаларымыз дайын, финики шоколады дайын. Өте әдемі болып шығады. Әрі дәмді, қонаққа ұсынсаңыздар да өте әдемі, әрі ерекше. Осылай мен қонаққа ұсындым. Бір тарелкасын үйге отбасыма арнап жасадым. Ортасы
осылай болып шығады. Ортасын да кесіп көрсеттім. Осымен керемет шоколадты құрмаларымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Келе жатқан айт мейрамына қонаққа ұсынсаңыздар да өте әдемі. Дастарханға қойсаңыздар да дастарханымыздың сәні болады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.